адамның өзінің бір сүйіп жасайтын бір техникасы. Мысалы үшін біреулер айтады, мен аффирмация жасай алмаймын, өйткені как будто мен өз-өзімді алдап жатқан сияқтымын дейді. Хорошо, жасамай қоямыз. Біреулер айтады, мен визуализация жасай алмаймын, мен елестете алмаймын дейді. Ну ладно, жасай алмаймыз. Әркімнің жанына жақын. Маған мысалы үшін аффирмация өте оңай, маған жеңіл. Постоянно аффирмация айту арқылы мен не істеймін? Мен түп санадағы установкаларды өзгерте аламын. Мысалы үшін менің бай болуым мүмкін емес деген түп санадағы установканы мен қалай өзгерте аламын? Ақша бәріне жетеді. Ақша бәріне жетеді, иә. Яғни мен ауырып қалудан қорқамын. Тіпті біз травмадан пайда болған установкалар болса, мысалы үшін кішкентай кезде мамасының ауырып қайтыс болып кеткенін көрген қыз баласы өскен кезде, мен өліп қалам ба, мен өліп қалсам, ауырып қалам ба, ауырып қалсам, өліп қалсам, бала шағама кім қарайды деген қорқынышпен жүреді. Не үшін? Өзі когда-то анасы ауырып, анасынан айырылып, сол қатты жаңағы жетімдік состояниесі, қатты жалғызсырау, сағыну, сондай бір жоқтау, құса болу состояниесінен өткен адамдар осы қорқынышпен өмір бақи жүреді. Мен өліп қалсам, бала шағам не болады? Мен сияқты, то есть қайғыратын болды ғой деп, осындай программаның ішіне кіріп кетеді. Біз осындай программаның ішіне кіріп кеткенде біз не істейміз? Мы начинаем притягивать. Біз осы программаны өзімізге шақыра бастаймыз. Ауырып қалатын болдым деп өте көп ауыратын адамдар, ол ауырады, білесіздер, иә. Авариядан қорқатын адамдардың аварияға ұшырап жататынын бәріңіз білесіздер. Біз осы жақта нені айтамыз? Адам кез келген нәрсені өзгерте алады, қай кезде? Өзінің ойын өзгерткенде. Ойың өзгермесе, сенің сөзің өзгермейді. Сен, мысалы үшін біз айтамыз, ақша жеткізе алмаймын да. Мен нені байқадым, өзім осыны эксперимент жасап көрдім, айналамдағы кісілердің эксперимент жасағанын көрдім. Мысалы, дефицитный состояниені кіріп кеткен адам, ақша жетпейді деген программа кіріп кеткен ба? Мысалы, қараңызшы, менің қолымда ақшам жоқ та, киім алайын десем жеткізе алмай тұрмын, шетелге шыққым келеді, жеткізе алмай тұрмын. Вот реально менің қолымдағы ақша анаған тартсаң, мында жетпейді, мынаған тартсаң, мынаған жетпейтін состояниеде тұрмын, иә. Енді қараңыз, осы состояние, осы жетпейтін состояние тұрады, иә. Сол кезде ақша келеді ғой, пособие алады, мүмкін пенсия алады, мүмкін біреу береді. 200 000 теңге келді ма? 200 000 теңге алғанда қуану керек қой, міне келді ақша. А біз не істейміз? 200 000 теңгені жеткізе алмай кетеміз. Өйткені біздің миымызда постоянный жетіспеушілік состояниесі тұр. Енді біз бұндай халде не істеу керекпіз? Бұған 100% емес, 1000 көмектесетін бұл молшылық техникасы. Яғни молшылық техникасын біз үнемі эксперимент жасап отыратын болсақ, миымыздағы дефицит, ақша өмір жетпейді деген программа кете бастайды. Мен өзім бұны эксперимент жасап көргенмін. Жеткізе алмаймын дейтін программа менде болған. Менде проблема қандай болды? Мен көңілден отқанда өте көп уәде беріп қоямын. Мысалы, қонаққа барсам, саған қажылық, саған Түркияға тур, бриллиант, жылқы деген сияқты атай берем. Сосын артынан соның бәрін беретін кезде мен жеткізе алмай кететін да. Жеткізе алмай қалам да. И сосын постоянно жетпейді. Ақша келіп жатады. Ана біреудің қажылығын беріп жатасың, мына жақтан екінші қажылық. 2020-21 біз 100 адамға қажылық беріп тастағанбыз. Соның бәрін бөліп жеткізгенше прям шашың ағарып кетеді. Я менің миымдағы жетпейді, жеткізе алмаймын деген программа кеп тұрған ақшаны жеткізбейді сайтын. Реально ақша қалай келсе де жетпейді. Ойлаңызшы, енді мен табысым жақсы адаммын ғой да, маған жетпей тұрады. Өйткені менің миымдағы постоянно жетіспеушілік, кішкентай кезімнен келе жатқан жетіспеушілік маған өте қатты мешайт етті. Осы жетіспеушілікке мен қандай әдістер қолданып? Бірінші молшылық техникасы. Аллаға шүкір, молынан, дастархан молынан. Аллаға шүкір, шипанияда ашқан кезде мен үнемі айтамын, Аллаға шүкір, киім деген молынан жетеді. Холодильникті ашсам мен түк жоқ қой деп айтпаймын. Молынан, ет деген молынан, теңіз деген молынан, барлығы да молынан, кәмпит, шоколад молынан. Үнемі осы молынан деген практиковать еттім. Екінші, жетіспейді деген нәрсе ойыма келе бастағаннан істеймін, ақша бәріне жетеді. Ақша бәріне жетеді. Алланың байлығы шексіз, Алла мені жақсы көреді. Үнемі үзбей осы молшылық техникасын, молшылық пен аффирмацияны қосатын болсаңыздар, мен гарантия берем, любой денежный поток, 10 миллион, 20 миллион, любой нәрсеге жететін боласыздар.
одан кейін күйеуге байланысты кеше ғана Аллаға сансыз шүкір, Аллахқа шүкір айтамын, мен қатты қуанған бір хат болды маған. Күйеуіммен ажырасайын деп жүрген болатынмын. Осы сабаққа қатысып 10 күн бойы күйеуді мақтау, ана менің техниканы жасау арқылы дейді, күйеуім маған жұмыстан гүл алып келіп, негізі ажырасқым келіп, маған көңіл бөлмейді деп жүрген күйеуім дейді, бір өзгеріп жатыр. Өзім бірақ ойлаймын дейді, как будто бұл временно сияқты, бұл қалай осылай сонда оп-оңай өзгере салады ма деп. Мен айтып тұрмын ғой, егер сіз шын ниетіңізбен жасайтын болсаңыз, күйеуімді жаңағы күйеуге байланысты техниканы, иә, 100% жұмыс жасайды. Күйеуім сөйтіп гүл алып келіп дейді, маған қарап, тамағымды мақтап, комплимент айтып сөйтіп бастады дейді. Мен де уже жаңағы бұрын күйеуім жұмыстан келе жатса, келмей ақ қойса екен, құрып кетсін деп тұратын едім дейді. Қазір не тамақ істеп қойсам екен, қалай қуантсам екен деген арамыз дейді, бір жаңадан қосылған адамдар сияқты. 17 жыл болған тұрмыс отбасы болғанына. Арамыз жаңадан қосылған отбасы сияқты бір басқаша бір күйге еніп, 10 күннің ішінде бұл нәтиже беретін не техника деп ана маған жазып жіберіпті. Мен айтып жатырмын ғой, мен бұл техниканы да өзім эксперимент жасаған. Сіздер білесіздер, иә, мен ажырасудың басымнан өткізген адаммын. Бұл ажырасудың қандай ауыр екенін білетін адаммын. И қазір мен ойлаймын, маған кезінде сондай ақыл айтатын адам болған жоқ. Отбасыңызды сақтау туралы, кез келген жындан ашуланған кезде өз-өзіңді ұста деген нәрсе, аффирмация арқылы установканы өзгертуге болады. Любой адам, любой ситуация өзгереді. Адам қалаған ақшасын таба алады дейтін адам болған жоқ. Маған не деді? Пешенеңе осы жазылған ғой, пешенеңе осы жазылған ғой дей берді адамдардың бәрі да. Ажырасып жатсам, пешенеңе осы жазылған ғой, вот деп айта беретін еді да. Біз пешенемізде не жазылғанын қайдан білеміз? Біздің пешенемізге не жазылғанын кім біледі оны? Ешкім білмейді оны, бір Аллах қана біледі. Аллах бізге айтқан жоқ қой, сенің пешенең осындай жазылған деп айтылған жоқ та. Аллах тағала айтып тұр, қандай да бір қауым өздерін өзгертпейінше мен олардың халін өзгертпеймін деп тұр. Сондықтан да сен өзгертсең өзгертемін. Аллах айтқан жоқ, пешенеңе жазылған, все. Ол өзгермейді деген жоқ та. Сен пешенеңге кедейлік жазылған, өзгермейді деген жоқ. Любой нәрсені өзгертуге болады. Было бы желание, өзіңіздің қалауыңыз, қаласаңыз болғаны. Қорықпаңыздар, шетелге шығудан қорықпаңыздар. Менің балаларым шетелде жүреді, қорықпаңыздар. Қазір жатақханада тұрасыз ба? Ертең 2 этаж үйде тұрасыз. Кез келген бай қазіргі 2 этаж үйде тұратын, астынан Мерседес мініп жүрген, джип мініп жүрген, мен сияқты теңізде жағасында отырған кез келген адамның артын қазып жүрсең, мен Апшичада жатақханада тұрған жоқ емеспін, тұрдым. Мен 10 жыл бойы аренда квартира, бір бөлмелі үйде тұрған жоқ емеспін, тұрдым. Ажырасу деген нәрсе басымнан өтті. Мен өмірде кредит қана алып көрген жоқпын. Аллахым оны алғызбай ақ қойсын, Алла бетін аулақ қылсын. Ондай кредит деген нәрсе жолаған жоқпын. Басқа проблеманы ажырасу деген нәрседен өттім. Жалғызсырау дегеннің барлығын көрдім. Адамдардың тарапынан буллинг деген, мен буллингтің ата-бабасын көрген адам, мен давно өліп қалатын состояниеде болған шығармын, иә. Бүкіл әлеуметтік желіміз, бүкіл Қазақстан жабылып кеткен кездерді білесіздер. Бүкіл паблик мен туралы жазып жатқан состояниеде білесіздер. Ни за что жай ғана вахабис екен, анау екен, мынау екен деп. Мен вахабис, мен вообще біріншіден оның кім екенін де білмеймін, біріншіден да. Екіншіден, мен тек қана 5 уақыт намаз оқимын, оразамды ұстаймын, садақамды, зекетімді беремін, қажылығыма барамын, болды. Бұл кез келген мұсылманның жасайтын дүниесін жасап жүрмін да. Ал оны білу, сосын жаңа орамал таққандарға ақша береді екен, анау-мынау. Енді ол нәрсенің ештеңкесін алдында ақталмаймыз біз. Енді это нормально. Елдің алдында жүрген адам болғаннан кейін, бірақ та сондай өте көп, өте үлкен сынақтардан өттім. Соның бәрінен өтіп келе жатып, қазір мен нені біліп жатырмын? Кез келген нәрсе өзгереді екен. Кез келген сынақ бітеді екен. Кез келген қиындық бітеді екен. Кез келген жамандықты жақсылықпен ауыстыруға болады екен. Кез келген жоқшылықты тоқшылықпен ауыстыруға болады екен. Өзгермейтін нәрсе жоқ екен. Мысалы, мен кедей болсам, мен ауылда отырып қалсам, неге менің балаларым отыру керек? Менің балам, менің ойнап жүрген қазір сіздің қызыңыз, неге сіздің қызыңыз Парижге барып Эйфель башняны көрмеу керек? Неге сіздің ұлдарыңыз Дубайда теңіздің жағасында құммен ойнап отырмау керек? Анау жүргендерден қай жері кем? Сол Дубайда жүргендердің өмірде сіз сияқты кедейшіліктен басталған. Джип мініп жүрген адам да сіз сияқты кезінде, мен сияқты, сіздер сияқты автобуспен, троллейбуспен жүрген. Біз жүрдік қой троллейбуспен. Мен Айтыстан қанша маған бір күн троллейбуста тұрғанда бір кісі Таразда троллейбус жүретін, қазір жүре ма, жүрмей ма білмеймін. Бір кісі айтқан болатын, сіз Айтыстан көп машина отқансыз, неге троллейбуспен жүрсіз деп. Ну вот, өмір солай болды.
сол троллейбуспен жүрген состоянияларым есіме түссе, қазір ойлаймын, қайран жастық шағымай, қайран энергиямай, қайран уақытымай, сол кездің барлығында өзіме жұмыс жасауға мен көңіл бөлген болсам, қазіргі жетістіктерім бұдан да күшті болатын бет деп ойлаймын. Ештеңкеге өкінбейміз, но сіздерге айтатыным, тоқтап қалмаңыздар. Бұл өмір деген тоқтап жатқан жоқ. Өмір деген космический жылдамдықпен дамып жатыр. Ештеңеден қорықпаңыздар. Одан кейін бірінші правило, бақытты болам, бай болам, айналамды, өмірімді өзгертем деген адамға бірінші правило айтатыным не? Асықпаңыздар. Асықпаңыздар, сұрақ қоймаңыздар. Мен 2026 жылы сұмдық бай болып кетемін. 2020. Нет, вообще сұрақ қоймаңыздар. Енді мен құндылыққа өте көп ақпараттар беріп жатырмын. Қазір мен состояние хал туралы ақпарат бердім ба, берген жоқ ма айтып жіберіңіздерші. Хал, состояние деген сабақ өткізген жоқпын әлі, по-моему. Соны ертең өткізіп тастайын, ертең беріп қоямын. Мен жіберген аудиоларды қайта-қайта тыңдаңыздар, достар. Сіздерге денежный потокқа байланысты аудио программа берілді. Күнде тыңдап жатыңыздар. Құдай үшін, 90-ақ күн уақыттарыңыз, 90 күн емес, күніне 15-ақ минут уақыттарыңызды алып жатырмын. 10-ақ минут, неужели 10 минут уақыттарыңыз? Все түсіндім, ертең беріп қоямын. 10 минут уақыттарыңыз, тыңдай беріңіз, тыңдай беріңіз, тыңдай беріңіз. Шаршап тұрсыз ба, тыңдаңыз, қиналып тұрсыз ба, тыңдаңыз. Миыңыз шаршап кетті ма, медитация тыңдаңыз. Зікір шүкір, зікір шүкір. Мынау менің бір күнде айтқан зікірім, мысалы үшін қараңыздар. 22.191. Ойлаңыздаршы, елдер айтатын шығар, бұған не жетпейді деп. Жетпейтін нәрсе көп қой, жетпейтін нәрсе көп. Мен қазір өзім теңіздің жағасында отырмын ба. Бүкіл қазақтың ұл қыздары шетел аралап жүрсе екен деймін, білім алса екен, шетелден оқыса екен деймін. Жақсы машинамен жүрсе екен, барлығын үйі-күйі болса екен деймін. Сол үшін маған үлкен ресурс керек, үлкен потенциал керек, үлкен білім керек. Кеше ғана мен Ольга Шакураның расстановкасын, мысалы үшін бір күн 30-ақ минуттық расстановочный сағат сабақты мен 60 000 теңгеге сатып алдым. Не үшін? Сіздерге пайдалы болуым үшін, сіздердің алдыларыңызда білімді болуым үшін. Өйткені әртүрлі сұрақпен келеді, әртүрлі состояние, әртүрлі травмамен тұрып қалған адамдар бар. Соларды алға жылжыту үшін маған өте көп оқу керек, өте көп маған күш қуат керек. Құдайдан мен осыны ғана сұраймын. Аллах тағала менен көмек сұрап келген, қиналып келген адамдар қуанатындай болсын, жылап келгендер жұбанатындай болсын. Аллахым мені пайдалы қыл деп сұраймын. Құндылыққа байланысты айтатын болсам, берілген аудиоларды біреуін жібермей тыңдаңыздар. Қазір X2 деген бар ғой телеграмда, тез-тез қоя салып тыңдай салыңыздар. Ал енді жаңағы аудио программаларды, нейрокорректор белгіледі сіздерге, оларды күні түні тыңдай беріңіздер. Құлағыңызда наушник жүре береді, тамағыңызды істей бересіз, үйіңізді жинай бересіз. Ол 100 емес 1000% нәтижесін алып келетін дүниелер. Біздің миллиардер қыздардың ешқайсысына бұл берілмеген нәрсені мен сізден аяп қалып жатқан жоқ. Ол миллиардтарға жаңағы 2 миллион теңге төлегендерге берілетін білім, ол деген 10 миллион төлегендерге берілетін сабақ дейтін нәрсе жоқ. Осы 9900 теңгеге түгелін беріп жатырмын. Қазір біз ақшаға байланысты установка жасаймыз, разбор жасаймыз. Қараңыздар, разбор дегеніміз не? Бірінші тыңдаңыздар, Бұл сабақ қазір сақталынады, және бұл сабақты біз қазір Telegram каналға жүктеп қоятын боламыз. Telegram каналға жүктеп қоямыз. Чем Инстаграмнан Телеграмда дұрыс болады. Телеграмда ешкім көшіре алмайды, ешкімге жібере алмайды. Өйткені мен байқадым, Инстаграмда жаңағы өтірік парақшалармен кіріп кетіп, бір адам парақша ашып та кіреді, сол жерден 15-20 адам кіріп отыра беретін нелер болады екен. Менің де хақыма кірмеңіздер. Енді қараңыздар, разбор дегеніміз не? Жаңадан қосылғандарға айтатыным. Разбор дегеніміз біздің подсознательный қатып қалған программаны өзгертетін терапия. Қатып қалған программаларды өзгертетін терапия. Егер сіздің өміріңізде өте бір ауыр зорлық мәселесіне байланысты, немесе сол бір ақшаға байланысты, өлім мәселесіне байланысты, бала кезіңізде кездескен, немесе өте қатты бір қанды оқиғалардың куәсі болып қалған болсаңыз, сондай бір ауыр травмаларыңыз болса, мүмкіндіктеріңіз болса, 3-ші, 4-ші, 5-ші май Алматы қаласында өтетін ретритке қатысаңыздар болады. 7 орын ғана қалды.
жеті орын 450 мың теңге, 3 күндік жататын жеріңіз кіреді, жататын ішетін тамақтарыңыздың бәрі кіреді, ол жерде саумал терапиясы кіреді оның ішіне, және денежный разборлар кіреді, глубинный терапия, терең жұмыстар болады. 3 күн болады ол жерде жұмыс. 5 күні сағат Алла қаласа 13:00-де бәрі аяқталады. 3 күні таңертең басталып кетеді, 5 күні түсте біз аяқтаймыз. 3-і, 4-і, 5-і. Осы 3 күндік сабақтың құны 450 мың теңге. Тағы да қайталап айтамын. Біз оған рекламада жасаған жоқпыз. Бізде уже 16 адам уже алып қойған. Қазір бізде 25 адам орын бар. Өзі бронь жасап қойған. Яғни 7 орын қалды қазір. Енді қараңыздар. Ал енді мен бір кішкене бір шаг жасасам ұшып кететін сияқты. Мен сезіп тұрмын. Менде бірдеңе болатынын, мінекей, мен сезіп тұрмын. Бір қадам жасасам алға жылжитынымды біліп тұрмын дейтін бір состояние болады. Мынандай состояние бола ма сіздерде? Кей кезде өзің отырасың, рахат болып кетеді. Бола ма сондай? Сіздерге мынандай нәрсе кеңес айтайын. Өз-өзіңізбен оңаша, біз енді намазда Алламен оңаша қаламыз, біз намаз оқымайтындар қайда. Просто жай ғана шай ішіп өзіңмен өзің отырған кезде халің қандай, состояниең? Жаман состояниеде отырасың ба, панический, жоқ әлде рахаттанып отырасың ба? Осы бір рахаттану сезімі өте көп ризық нығмет алып келеді. Егер сіз оңаша отырып өзіңіз отырғанда бір рахаттанып қалатын состояние болатын болса, осы состояние сізге күшті нығметтер алып келеді.